Пайғамбарымыздың дүниеге келуі. Әлем надандықтың тұңғиығына батып, жан-жақты зұлымдық қаптап, адамдар барлық нәрсенің жаратушысы болған Аллаху тағалаға иман келтіруді және ғибадат жасауды тоқтатқан еді. Адамдар ғаламда болып жатқан құбылыстар мен Хақ тағала жаратқан нәрселерге және өз қолдарымен жонып тас пен ағаштан жасалған пұттарға табынатын еді. Әлемді, барлық болмыстарды, жүректерді қайғы басқан еді. Аллаху тағаланың күллі жаратылыстардан үстем етіп жаратқан адамдардың тозақтан құтылуына себеп болатын бір тұлға керек еді. Оның туылуына аз ғана уақыт қалған еді. Әлем Адам алейхиссаламнан сол күнге дейін таза маңдайлардан өтіп жеткен нұрдың иесін қарсы алуға дайындалып жатқан еді. Адамдар мен жындарға мәңгілік бақытты көрсететін теңдессіз ұлы адам келе жатыр еді. Мейірім мен шапағаттың қайнар бұлағы болған ұлы адам келе жатыр еді. Ұлы шапағатшы, әлемнің тірегі, болмыстардың негізі, адамдардың мырзасы келе жатыр еді. Махшар күнінде көмек беруші, пайғамбардың сұлтаны келе жатыр еді. Аллаху тағаланың сүйікті құлы, әлемдерге рақымшылық етіп жіберілген пайғамбарымыз келе жатыр еді. Саллаллаху алейхи уассалам. 7 қат көк, 7 қат жер. Қысқаша, бүкіл ғалам үлкен құрметпен, қуанышпен, Сайюдул Мурсалин, Хатамул Анбия, Хабиби Худа болған пайғамбарды күтуде еді. Бүкіл жаратылыс, қош келдіңіз, я Расулаллах деуге әзір еді. Хижреттен 53 жыл бұрын, піл оқиғасынан 2 ай өтіп, Рабиул әуәл айының 12-сі дүйсенбі күні түнге таңға жуық Меккенің Хашим ұлдары ауданында Сафа тауының маңында бір үйде көптен күткен Аллаху тағаланың нұры Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келді. Оның туылуымен әлем қайтадан жанданды, қараңғылыққа нұр төгілді. Мадариж ун-Нубуа кітабында былай делінген: ең ұлы құрметке ие болған бақытты ана Амина жүктілігі туралы былай әңгімелеген: оған жүкті кезінде ешқандай қиындық шекпедім. Жүкті екенімді сезінбейтінмін. Тек 6 айдан кейін бір күні ұйқылы ояу кезінде біреу маған: сен кімге жүкті екеніңді білесің бе? деді. Білмеймін дедім. Ол: біліп ал, ең соңғы пайғамбарға жүктісің деді. Босанатын уақыт жақындағанда сол адам тағы да келіп: ей Амина, бала туылған соң атын Мұхаммед қой. Басқа риуаяттарда Ахмет дейді. Хазіреті Амина босанған кезі туралы былай дейді: босанатын сәт келген кезде айбатты бір дауыс естідім. Қорқа бастадым. Сосын бір ақ құс көрдім. Келіп қанатымен мені сипады. Қорқынышым басылды. Сол сәтте қатты шөлдедім. Қатты ыстықтадым. Қасымнан сүттей аппақ бір кесе шербет көрдім. Сол шербетті маған ішуге берді. Іштім. Балдан тәтті және салқын еді. Шөлім қанды. Сосын үлкен бір нұр көрдім. Үйімнің іші нұрланғаны соншалық, сол нұрдан басқа ештеңе көре алмадым. Сол кезде айналамды қоршап қызмет етіп жүрген көптеген әйелдерді көрдім. Бойлары ұзын, жүздері жарқын еді. Олар Әбді-Манаф тайпасының қыздарына ұқсайтын. Олардың аяқ астынан пайда болғанына таң қалдым. Олардың бірі: мен Перғауынның әйелі Әсиямын. Келесі бірі: мен Мәриям банти Имранмын. Мыналар жұмақтың хор қыздары деді. Сол кезде түсі ақ, көктен жерге дейін созылған ұзын жібек мата көрдім. Оны адамдардың көздерінен жасырыңдар деді. Сол сәтте бір құстар пайда болды. Тұмсықтары асыл тастан, қанаттары жақұттан еді. Қорыққаным соншалық терлеп кеттім. Сол кезде көзімнен пердені алды. Барлық жер бетін шығыстан батысқа дейін көрдім. Жан-жағымды періштелер қоршаған еді. Мұхаммед алейхиссалам туыла сала басын сәждеге қойып, сұқ саусағын көтерді.
Сосын көктен оны бүркелеп ақ бұлт түсті. Бір дауыс естідім. Оны батыстан шығысқа дейін барлық жерді аралатыңдар. Барлық әлем оны есімімен, денесімен және сипатымен көрсін. Оның есімінің Махи екенін, яғни Алла тағаланың ол арқылы пұттарды жоқ ететінін білсін, деді. Ол бұлт та көзден ғайып болып, Мұхаммедтің ақ жүнді матаға ораулы жатқанын көрдім. Сол кезде жүздері күндей жарқыраған 3 адам келді. Бірінің қолында күміс құман, бірінің қолында асыл тастан жасалған шылапшын, бірінің қолында жібек мата бар еді. Құманнан хош иіс тарап тұрған еді. Баламды шылапшынға салып, басын аяғын жуып, жібек матаға орады. Басына хош иіс септі, көзіне сүрме жақты да көзден ғайып болды. Мұхаммед алейхиссалам туылған кезде Хазіреті Әминаның жанында Абдурахман бин Ауфтың анасы бибі Шифа, Осман бин Абил-Астың анасы бибі Фатима және пайғамбарымыздың әпкесі бибі Сафия бар еді. Олар да көрген нұрлары мен басқа да жағдайлар туралы айтып берді. Бибі Шифа былай дейді: мен сол түні Әминаның жанында болып оған көмектестім. Мұхаммед алейхиссаламның туыла сала дұға еткенін көрдім. Ғайыптан «Ерхамука рабука» деген дауыс келді. Сосын бір нұр шығып, айналаны жарқыратқаны соншалық шығыстан батысқа дейінгі барлық жер көрініп кетті. Бұдан басқа оқиғалар да куә болған Шифа ханым кейінірек оған пайғамбарлығы білдірілген кеште еш ойланбастан алғаш иман келтіргендердің бірі мен болдым дейді. Бибі Сафия былай дейді: Мұхаммед алейхиссалам туылған сәтте жан-жаққа нұр төгілді. Ол туыла сала сәжде жасады. Басын көтеріп анық тілде «Ла илаха иллаллах инни расулаллах» деді. Оны шомылдырғалы жатқанымда біз оны шомылдырып жібердік деген дауыс келді. Кіндігі кесілген, сүннеттелген халде алдымызда көрініс тапты. Сәжде жасаған кезде ақырын бір нәрселерді айтты. Құлағымды оның аузына тостым. Ол «Үммәти, үммәти», «Үмметім, үмметім» деген еді. Пайғамбарымыз туылған кезде атасы Абдумуталиб Қағбаның қасында Аллаху тағалаға жалбарынып дұға етіп отырады. Осы кезде сүйінші хабар келеді. Мұхаммед алейхиссаламның туылған күнінде бір қатар құбылыстарды көрген Абдумуталиб бұл хабарға қуанып, бұл баламның мәртебесі, қадірі өте үстем болады, дейді. Абдумуталиб осындай бақытты жағдайда атап өту үшін 7 күннен кейін Мекке халқына 3 күн дастархан жайды. Сондай-ақ қаланың әр жерінде түйелер сойылып таратты. Сол кезде балаңа қандай ат қойдың дегендерге Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деген ат қойдым дейді. Неге аталарыңның бірінің атын қоймадың дегендерге Аллаху тағаланың және адамдардың оны мадақтауларын қалағандықтан деп жауап береді. Басқа бір риуаят бойынша Мұхаммед деген есімді Әмина ханымның қойғаны білдірілген. Расул Аллахтың алейхиссалам дүниеге келуінің алдында және туылған кезінде оның келетінін сүйіншілейтін бір қатар оқиғалар орын алған. Сол кездің танымал тұлғалары пайғамбарымыз дүниеге келместен бұрын ғажайып түстер көрген. Түстерін көріпкелдер мен сол кездің атақты ғалымдары жортқан кезде олар бұл түстерді Мұхаммед алейхиссаламның келетініне жориды. Пайғамбарымыздың атасы Абдулмуталиб былай деген: бір жолы ұйықтап жатып түсімнен шошып ояндым. Дереу бір көріпкелге барып жортайын деп ойладым. Оған барғанымда ол бетіме қарап: «Ей Құрайш басшысы, саған не болды? Жүзіңнен әлде бір беймазалық көрініп тұр. Әлде бір нәрсе болып қалды ма?» деді. «Я, бір түс көрдім. Бұл туралы әлі ешкімге тіс жарған жоқпын», деп оған айтып бердім. «Бүгін түсімде өте үлкен бір ағаш көрдім. Бір ұшы аспанға жетіп тұр. Бұтақтары шығыс пен батысқа таралған.
Ол ағаштан сондай бір нұр шашырайды. Күн оның қасында жай нәрсе болып қалады. Бірде көрініп, бірде жоқ болады. Адамдар соған бет бұрған еді. Барған сайын нұры арта түсті. Құрайш тайпасының кейбір адамдары сол ағаштың бұтақтарына жабысуда, ал кейбіреулері ағашты кесуге ұрынуда еді. Бір жас адам ол ағаштың кескісі келгендерге тосқауыл болды. Ол адамның жүзі әсем, бүкіл денесінен хош иіс тарап тұр еді. Ондай адамды мен өмірімде көрген емеспін. Мен де әлгі ағаштың бір бұтағынан ұстағым келді. Бірақ қолым жетпеді, дедім. Түсімді айтып болғаннан кейін оның өңі бозарып, ол саған бұйырмайды, деді. Мен кімге бұйырады дегенімде, сол ағаштың бұтағынан ұстағандарға бұйырады. Сосын сенің тегіңнен бір пайғамбар келеді. Барлық жаққа үстемдік жүргізеді. Адамдар соның дініне кіреді, деді. Сосын қасымдағы балам Әбу Талипке қарап, бұл оның көкесі болып қалар, деді. Әбу Талип бұл оқиғаны пайғамбарымызға пайғамбарлығы білдірілген кезде айтқан. Және міне сол ағаш Әбул Қасым әл-Амин Мұхаммед алейхиссалам деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам дүниеге келген түні бір жұлдыз туды. Мұны көрген яхуди ғалымдары Мұхаммед алейхиссаламның туылғанын түсінді. Сахаба Хасан бин Сабит айтады. Мен 8 жаста болатынмын. Бір күні таңертең бір яхуди, яхудилер деп айқайлап жүгіріп жүрді. Яхудилер, не болды? Неге айқайлайсың? Деп оның қасына жиналған кезде, ол, хабарларың болса, Ахметтің жұлдызы осы түні туды. Ахмет осы түні дүниеге келді, деп жауап берді. Расулаллах туылған түні Қағбадағы пұттардың барлығы қирады. Уруат ибн Зүбейр жеткізеді. Құрайыштық бір топтың бір пұты бар болатын. Олар оны жылына бір рет тауап етіп, түйелер сойылып, шарап ішетін. Тағы да солай бір күні пұттың жанына барған кезде, оның жерде құлап жатқанын көреді. Оны тұрғызса, ол қайтадан құлайды. Бұл жағдай 3 рет қайталанады. Сосын оның жан-жағына жақсылап тіреулер қойып, сүйеп қойған кезде бір дауыс келеді. Бір адам туылды, жер бетінде барлық нәрсе қимылға келеді. Қанша пұт бар болса, барлығы құлады. Патшалар қорқыныштан қалтырады. Бұл оқиға дәл Мұхаммед алейхиссаламның туылған түніне сәйкес келеді. Мәдәин қаласында Иран шахының сарайының 14 мұнарасы қирады. Сол түні гүрілдеген дауыстан шошып оянған патша мен оның халқы көрген қорқынышты түстері жорытқанда, мұның үлкен бір өзгерістің белгісі екенін түсінді. Сондай-ақ, сол түні мәжусилердің, отқа табынушылардың 1000 жылдан бері жанып тұрған үлкен оттары кенеттен сөніп қалды. Олар оттың сөнген күнін белгілеп қойды. Ол шах сарайының мұнаралары құлаған күнге сай келеді. Сол кезеңге қасиетті деп саналатын Сауа көлінің суы да сол түні бір сәтте тартылып кетеді. Шам жақта 1000 жылдан бері суы ақпай тұрған және кенеттен кеуіп қалған Самауа өзенінің арнасы сол түні толып аға бастайды. Мұхаммед алейхиссалам туылған түннен бастап, шайтан мен жындар енді Құрайш көріпкелдеріне оқиғаларды хабарлай алмайтын болды. Көріпкелдік амалы тоқтады. Пайғамбарымыз өмірге келген түнде және одан кейінгі күндерде әлемде сол кезге дейін болмаған оқиғалар орын алды. Бұлардың барлығы соңғы пайғамбарымыздың дүниеге келуінің белгілері еді. Егер де сізге осы видеом пайдалы болса, өз жақындарыңызбен бөлісіп, келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.